Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылғы Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында екінші негіз бұл жалпы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Қазақстан тәуелсіз даму жолына түскен кезде бірден мемлекеттің ұлттық саясаты туралы маңызды мәселе туындады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы бірінші конституциялық заңда 100-ден астам этнос өкілдері өмір сүретін елдегі этносаралық қатынастардың үлгісі айқындалды. Тәуелсіздік туралы заңның 6 бабында былай делінген: қазақ ұлтымен бірге ортақ тарихи тағдыр біріктірген республиканың барлық ұлт азаматтары Қазақстанның бір тұтас халқын құрайды. Мемлекеттің ұлттық мәселеге деген барлық көзқарасы бірінші кезекте Қазақстан Конституциясында көрініс тапты. Онда этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласын реттейтін жан-жақты нормалар бар. Негізгі заң біз Қазақстан халқы деген сөздерден басталатынын ұмытпауымыз керек. Бұл бастапқыдан елдің барлық азаматтарының бірлігін, ортақтастығын көрсетеді. Қазақстанда сонымен қатар азшылық ұлттар деген ұғым қолданылмайды, өйткені біз бәріміз Қазақстанның бір тұтас халқымыз. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Конституцияда Қазақстан 130-дан астам этнос өкілдері тұратын зайырлы мемлекет ретінде айқындалған. Бүгін қоғамда қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық моделінің 5 қағидаты бекітілді. Бірінші, қоғамның тәуелсіздігі мен жауапкершілігін нығайтудың мызғымастығы. Бәрінің заң алдындағы екінші теңдігі, әртүрлі шығу тегі, тең мүмкіндіктер. Үшінші, халық бірлігі, бір ел, бір тағдыр. Төртінші, этникалық, конфессиялық, мәдени және тілдік әр алуандық. Бірлік әр алуандылықта. Бесінші, барлық этностар үшін тіл мәдениеті мен дәстүрлерін дамыту үшін жағдай жасау. Теңдік қағидаттары. 1995 жылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған Қазақстан халқы ассамблеясы институтының негізіне айналды. Қазақстан халқы ассамблеясы бұл мемлекет пен қоғамның сұхбаттасу алаңы. Бұл Қазақстандағы барлық этностар өкілдігінің институты. Бұл 18 миллион қазақстандық. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев болып табылады. Оған Қазақстан халқы ассамблеясын өмір бойы басқару құқығы тиесілі. Қазақстанның әрбір облысында Қазақстан халқының шағын ассамблеясы бар. Жыл сайын қалыптасқан дәстүр бойынша Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы өтеді. Бүгінгі таңда республикада 1000-нан астам этномәдени бірлестік қызмет атқарады. 40 достық үйі бар, ал Нұр-Сұлтанда бейбітшілік және келісім үйі жұмыс істейді. Әр қалада, аудан орталықтарында этномәдени бірлестіктер қызмет жасайды. Теміртау қаласында 9 этномәдени орталық жұмыс істейді. 1995 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1 мамырда Қазақстан халқының бірлігі күні деп жариялау туралы жарлыққа қол қойды. 1996 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Бүгінде бұл жарқын көктем мерекесі Қазақстанның әрбір қаласындағы орталық көшелерде достық шерумен өтеді. Бұл достық, бейбітшілік, қайырымдылық, түсіністік пен келісім мерекесі. Осылайша этносаралық келісім мен қоғамда сұхбаттасуды қамтамасыз ету Қазақстанның мемлекеттік саясатының маңызды мәселесі болып қала береді.